Танысып қойыңдар, бұл Боб. Және ол 40 градуста тір қалып көреді. Қысқы киімдерсіз бас киіміңді ұмытпа, Боб. Сонымен бастаймыз. Адамдарға орташа температура болып саналатын ол 36,6 градус. Бірақ осындай суықта әрбір 30 минутта 1 градустан төмендейді. Бұдан құтылу үшін демалысты орташаландыру керек. Терең ауа жұту мен шығару суыққа бейімделуге көмектеседі. Бірақ уақыт өте келе Бобтың температурасы 35 градусқа түседі. Және ол қалтырау мен тұмауды шақырады. Бұлшықеттер жақсылап азая бастайды организмді жылыту үшін. Және Бобқа құрып тұруға болмайды. Мысалға, зарядка бағалы жылуды ұстап қалады. Бірақ қимылдың баяулағанына қарағанда температура 33 градусқа төмендеді. Осы белгіде апатия пайда болады және үмітсіздік сезімі. Осыдан адамдар өмір сүруге құлшынысын жоғалтады. Бобты бірдемемен оятып жүргенде жақсы болар еді. Айтпақшы, мен айтқан едім ғой, осы жерде жабайы аяулар жүреді деп. Күтпеген жерден өмірге қауіп келсе, адреналин жоғарылайды. Және тез жүгіріс денені жылытады. Өкінішке орай Боб неден қашқан ұмыт қалады. Өйткені оның температурасы 31 градусқа дейін түсіп кетті. Естің жоғалтуымен және шатасуды шақырады. Аз қозғалыстың кесірінен қан айналымымен мәселе туындайды. Бобтың температурасы критикалық 29 градусқа дейін түседі. Соның әсерінен ес қатты алмасады. Қан тез қатып қалады. Сосын Боб таныс заттарды айыра алмайды. Бұл жақында өлім келетінін білдіреді. Бүкіл дененің қатып қалуынан. Шыда, Боб, егерде сен тірі қалсаң, екеуміз Баскин Роббинсқа баратын боламыз. Осы видеоны қысты жақсы көретін достарыңа көрсет және каналға тіркеліңіз. Жаңа видеоны өткізіп алмас үшін.